Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, өте ерекше, ортасы созылмалы болып шығатын сырные шарики жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға осындай майда теркадан сырымызды өткіземіз. Үстінен бір чесногымызды да өткіземіз. Үстіне кішкене тұз, бұрыш қосатын боламыз. Сырдың құрамында тұз болғандықтан тұзды кішкене қостым. Және де майдалап туралған укропты қосамыз. Укроп қоссаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Бір жұмыртқамызды үстінен 3 қасық ұн салып, жақсылап тұрып қолымызбен илейміз. Осындай қолымызға жабыспайтын тесто шығу қажет. Енді қалтаға салып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, майда бөліктерге бөліп, 20-25 граммнан барлығын өлшеп алатын боламын. Барлығын бірдей қылып жасасаңыздар, біздің шариктеріміз бәрі біркелкі болып шығады. Барлығын өлшеп алдым. Енді мен жартысына осындай зәйтүн қостым. Ортасына және де бөдененің жұмыртқасын да қосуға болады. Осылай қолымызбен жайып, ортасына салып, нығыздап, дөңгелектеп орайтын боламыз. Ортасы қуыс болып қалмауы қажет. Барлығы нығыздалып, әдемі болып шығу қажет. Ыдысымыздағы ұнға осылай араластырып алсақ, барлық жеріне ұн тиіп, бәрі біркелкі болып шығатын болады. Енді майымызды құйып, қызған уақытта шариктерімізді салып қуыратын боламыз. Орташа отта араластыра отырып, сап-сары болғанша қуырып аламыз. Егер де менің арнамды көріп отырсаңыз, арнама жазылмасаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта жақсы рецепттер болатын болады. Менің арнамда басқа да рецепттер бар, солармен де таныссаңыздар болады. Ыдысымызға қағаз майлықтарды салып, барлығын осылай түсіріп аламыз. Барлығы қуырылып болды. Енді өз қалауымша әдемілеп дастарханға ұсынатын боламын. Бір қызанақты алып, ортасынан бөліп, біреуіне кетчуп, біреуіне майонез салып ұсынатын боламын. Кетчуп пен майонезбен қосып жесеңіздер, дәмі одан сайын ерекше болады. Сырные шарикиді өзінде және де холодныйлардың қасына қойып та ұсынуға болады. Өте әдемі болып көрініп тұрады дастарханда. Осылай өз қалауымша сәндедім. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бізге өте қатты ұнады, өте дәмді, өте ерекше. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.